Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар? Бұл датчиктің аты күш сенсоры. Force acceleration дейді. Күш Force сенсоры. деген күш деген сөз, acceleration деген өдеу деген сөз, ускорение. Енді датчикті қостық, датчикті қостық. Сіз енді не таңдайсыз? Өдеуді таңдадым, күш таңдалып тұр. Мен өдеуді таңдадым. Жақсы, қандай шаблон қолданасыз? Таңдай берейік. Күштің өлшем бірлігі тұр, өдеу тұр. Белгіні өзгертіп жіберейін. Көрсетіп жібересіз ба, ар жақта қандай мүмкіндіктер бар? Мына жерде теріс бағытта тұрған болып кетеді, сондықтан егер минус тұрса, оны өзгертуімізге болады. Міне. Бағытта болды. Біреуге мешать етіп жатса, жаңағы күштің жерге басып, несін ауыстыруға болады, таңбасын ауыстыруымызға болады. Минустан плюсқа, плюстан минусқа. Жақсы. Енді мысалы мына күшті бірлікті өлшеп алуымызға болады таразымен. Таразымен өлшеп алсақ, енді мысалы 800 грамм болып тұр. Енді мынаған қосам. Енді бастаймыз. $800 грамм сізде неше? 800 грамм болып тұр. Почти 8 ньютон шығып тұр ма? 8 ньютон болып тұр. Мына жерде грамм болып тұр, оны килограммға алып тастауға болады. Осылай есептеуімізге болады. 9,8 ол тұрақты шама. Барлығымыз бұқындай белгілі. Міне осылай есептей беруге болады. Максимум есептеп қояйық. Сіз қазір көкті бассаңыз, көкті басып. Енді, мына жақтан қайсысы керек? Мына жерде өзінің таңбалар көрініп тұр. Түспей ме? 8 болып тұр, 9,8 болып тұр. Яғни бізде өлшедік. Күш бізде 8 ньютонда шығып тұр. Мына жақтан өлшеген кезде қанша? 800 грамм. Екеуін біріне айналдырсақ дұрыс шығады ғой, примерно сол 800 грамм, 8 ньютон шығып тұр. Бұл күш. Енді біз, мысалы, мына жаққа қарайтын болсақ, ұмытпау керек жер мынау. Кейбір кезде көп мынандай тәжірибе сериясы болған кезде, сіз қай түстегі қисық бізге керек болса, сол түсін мына жақтан келіп, қызыл төртбұрыш ішіне басу керек. Сол таңдалғаннан кейін оған байланысты осы жерде сіз максимум, минимум, орташа, мысалы, бәрін аламыз да, қараңыздар. Еще санауға болады. Ол біздің бүкіл осы басынан аяғына дейін максимум, минимум және орташа мәндерін өзі жазып береді. Бұлай, мысалы, көзге мынанша болды деп примерно айтудың қажет жоқ. Кез келген датчик құрылғымен жұмыс жасаған кезде, осындай жасасаңыз, нақты несін өлшеп береді. Оған қоса, мысалы, сіз балалар қараңыздар, мынау нүктеде деп керек жерге басып, нүктесін бассаңыз, ол сол нүкте қай секундта қанша ньютон болған сізге нақты көрсетіп береді. Бұл андай гадать етіп болжауын қажет жоқ, нақты жұмыс істеу керек есеп шығарған кезде. Одан басқа, мысалы, сіз қазір не істедіңіз, күш таптыңыз, өдеуді таптыңыз, дұрыс па? Нақты несімен бәрін жазып қойды, метр секунд деп. Енді, мысалы, есеп шығарған кезде физикадан қандай бір оңай бір мысал есеп шығарған болады осыған байланысты. Мысалы, сіз айтқан сияқты жаңа масса. Мына жерден массаны табасауға да болады, ыңғайы. Соны бір көрсетсеңіз болады. Мысалы, енді егер күшіміз мына формуладан бірден массасын табасауға болады. Мысалы, жиырға бөлетін болсақ, енді жуықтап деп алайық. Мына 8 деп, мынаны 10 деп алатын болсақ, бізде 0,8 килограмм немесе 800 грамм массамыз шығып тұр. Егер де бізде таразы болмаса, бірден осылай есептеп бере салуға болады, масса табылады. Бізде бұл құрылғылар не үшін керек? Біздегі жаңағы жай ғана есептерді осылай шығара ғана қоймай, қазір не істейміз? Осы жаңағы онлайн дейді ғой. Дәл қазір осы жерде онлайн режимі балалармен керек массаны аламыз да, сразу өлшеп,
оның нәтижесін мына жақта экраннан көрсөтөт. прямой эфирде сразу көріп жатамыз да. Бір нәрсе өзгеріп жатса, оны сразу балалар үшін байқайды. Тек қана былай видео көрсетіп, немесе оны лекция түрінде монолог сияқты айтудың орнына біз лучше несек бір рет, айтады ғой, 1000 рет айтқанша бір рет көрсетті ма? Сол сияқты ғой. Бұл құрылғылар неседі балаларды ғылымға жақындатады. Жаңағы сіздер сияқты керемет ертең мұғалім болуға, ғалым болуға датчиктар қолдана не істейміз, соған балаларды шақыраламыз. Сол кезде олар шын айтыр, сіз ертең мұғалім ғалым болатын болсам, мен осылай бірмен жұмыс жасайын деп соны көре алады қазір. Сосын көптеген осындай әртүрлі заңдылықтар қалай шыққанын, қалай пайда болғанын балалар не істейді, осылай датчиктен жұмыс істеп жатқан кезде, баяғыда ғалымдар осылай ашқан екен ғой, осы формуланы, осы нені деп не істей алады, көзі сол кезде жете алады оған. Жалпы осы, рахмет. Бұл физикада да, биологияда да бұл құрылғыны қолдануға болады. Бұл күшті де өлшеп береді. Мысалы қазір старт басып жіберіңізші. Бұл құрылғы тек қана белгілі бір заттардың салмағын, мысалы күшін астыға тартқан кезде ғана емес, не істейді? Мына жақта мына крючок дейді ғой, ілгіш. Ілгішті біз несін шығарып, оның орнына қара итергіш, соны байлап қойсақ, оны былай басқан кезде, қараңыздар, не істейді ол? Ол қандай күшпен итеріп жатса, соны көрсетеді. Мысалы, қазір сіз а жаққа күшке басып, таңбасын ауыстырып жіберіңізші. Міне біз таңбасын ауыстырдық, минустан плюсқа айналды. Енді қараңыздар, басқан кезде үстіне кетеді, басқан үстіге кетеді, тартқан кезде астына кетеді. Таңба өзгерді. Көрдіңіздер ма? Мына жақта кішкене көрінбей қалды. Міне, былай қойайық. Мына тәжірибе сериясын деген кішкене былай үстіге көтеріп жіберсеңіз болады. Былай басып, көрдіңіз ба? Осылай астыға тартамыз және үстіге итереміз. Таңбаны өзгертсе? Таңбаны өзгертуге болады. Жалпы осы, рахмет. Аман болыңыздар, каналға жазылыңыздар, лайк басып қойыңыздар.